Сәлем достар, менің атым Гаухар, және бұл видеода біз бүгін армандар картасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, мүмкін сізде шабыт алып, мотивация алып, өзіңізге армандар картасын жасайсыздар. Ал енді не үшін жасайын деп жатырмын? Армандар картасын жасайын деп жүргеніме, мына бейшара қағазды алғаныма 2 жылдың көлеміндей уақыт болған болу керек, бірақ енді ойлаймын, кейінге қалдыруымның себебі жаңағыдай дайын болмаған шығар, ниетім болмаған шығар, енді сөйтіп созып жүрген 2 жыл созғаныма қарағанда. Алайда енді бұлай армандар картасын жасамасам да, үнемі жазып жүрем да, өзім армандарымды, мақсаттарымды. Шамиль Алаудиновтың күшті несі бар, ежедневник триллионера деген, сол жақта прям 10 жылдық, 5 жылдық, 1 жылдық жоспар, айлық, күндік деген сияқты прям күшті етіп жазып, өзіңізді солай мотивировать етсеңіз болады. Не үшін кухняда түсіріп жатырмыз? Себебі кухняда ғана біздің үйде осындай үлкен үстел бар. Сосын кухняда өзіміз енді бұл видеоны в основном қыздар қарайды деп ойлаймын. Білмеймін, армандар картасын жасап отырған жігітті көрген жоқпын. Сол қыздар ғой енді деп өзіміз отырып шай ішейік дегендей. Кстати, я шай құйып алайын, шай қойып қойыншы айтпақшы. Так, шай ішіп отырып, армандар картасын жасайық деген ойға келдім. Енді мен мына сценарийім бойынша тарсылдайсың ба не? Тарсылдамаш. Қайнап тұр екен ғой ол. Менің сценарийім бойынша біріншіден давайте мына сұраққа тоқталайық. Армандар картасы не үшін қажет? Негізі Google-ға жасаңыздар шығады ғой. Но просто если сіз андай адам болатын болсаңыз, субханалла, бұл ширк қой, харам ғой дейтін болсаңыздар, өшіріп тастаңыздар деймін ба. Негізінен былай ғой, әрине сіз оған жабыстырып, фэн-шуй, мэн-шуй деп, сондай бір оған мән беріп, сосын оны бір жерге жабыстырып қойып, күнде ана қағазға қарап, армандар картасы, давай деп отырсаң, әрине ол енді дұрыс емес, дінімізге қайшы келеді. Ал менің қазір жасап жатырғандығым, өзіме жасап жатқаным, ол менің армандарым күнделікті көз алдымда болса екен деген мақсатта. Және де мысалға мен өткенде осы соңғы күндері мына нәрсе туралы ойлаймын. Осы терапияға барып жүргелі мен бала күнімде не нәрсені армандадым. Есіме түсіре алмадым да, не нәрсені армандағам деп. Күшті ғой, ертең 5 жылдан кейін, мысалға 6 жылдан кейін есіңде болмайды ғой. Мысалы, не армандаған, сол сенде мына жерде тұрады. Даже кейбіреуінде даже птичкалар тұрады, что орындалды. Енді армандар орындалады ғой негізінен. Сол үшін күнделікті жаңағыдай көрінетін жерге көзімнің алдында тұрса, мен армандарымды ұмытпасам, соған қарай жұмыс жасасам деген ниетте бәрін алып фытыр-фытыр етіп жабыстырып, в общем, іліп қояйын деп жатырмын ғой. Енді ислам діні не дейді? Негізі бұл вообще дінге қатысы жоқ нәрсе, ол вообще сенің психологияға қатысы бар шығар. Күнделікті мақсаттарыңды көріп жүрсең, соны мақсат етіп жүрсең деген сияқты ниетте вообще дінге қатысы жоқ, онымен өйтіп араластырмай қойыңыздар. Ал енді давайте мына нәрсені айтайын. Менің армандарымның орындалуы, мен негізінен вообще андай адаммын. Мен жатсам да, тұрсам да путешествиені ойлап жүретін адаммын, қаңғуды ойлап жүретін адаммын. И осы мектеп кезінен бастап мен саяхаттауды армандайтынмын. И мен мысалға бар ғой, адамдар андай Никелодион, мысалы Ханна Монтана, сондай бір нәрселерді қарайтын еді ғой, біздің құрдастарымыз да. А мен үнемі Nat Geo Wild, National Geographic, Моя планета, клейн сондай Орел и решка, сондай программаларды ғана қарайтын да. Себебі білмеймін, саяхат менде прям ең бірінші орында тұратын да ол нәрсе. Бала күнімдегі арманым ғой, мен Атыраудан да сол үшін қашып кеткенмін десең. Потому что Атырауда тұрайын десем, Алматы бір үлкен, күшті қала, мегаполис болып көрінді да. Енді қазір Алматыда тұрамын, маған Алматы таршылық етеді. Ең соңғы барған саяхатымыз ол Стамбул болды. Осының алдындағы видео Стамбул туралы, ол видеоны көрсеңіздер де болады. Сол сөйтіп мен армандап үнемі өзімді, енді ол кезде армандар картасын жасадым деп өтірік айтпай қояйын, но бірақ мен всегда визуализировать ететінмін да. Шетелде жүргенімді, Италияда жүргенімді, пицца жеп, анау деген сияқты нәрселерді көп армандайтын, қиялдайтын. И соның барлығы орындалды. Ол не ғой енді
менің арманым, менің визуализировать еткендігім, және де оған просто қарап, иә деп отыра бермеймін, бір әрекет жасағандығым, и Аллах тағаланың өзі бір сондай сәттерді, сондай бір мүмкіндіктерді маған бергендігі, и сол мүмкіндік келіп тұрған кезде мен тормозить етпей дұрыс пайдаланғандығымда. Вот, енді давайте мынау армандар картасының құрылымына келейік. Айтпақшы, еще мен сіздермен бірге отырып еще қазір нелерді таңдаймын, суреттерді жабыстыратын. Өткенде ой қырам, жоям, тек армандар картасын жасаймын деп Каспиға кіріп, принтерге заказ беріп, датауы бар ғой, андай барып шығарып алу емес, именно үйде болсын, үйде отырып, мен асықпай распечатывать етемін деп солай принтер сатып алған болатын. Ол принтер вообще қолданылған жоқ, новый күйінде әлі тұр. И вот қазір бірге таңдаймыз соның барлығын, и бірге жабыстыратын боламыз. И негізі армандар картасын мынандай нелерге бөледі, сфералар, өмірдің сфералары ғой, сен қандай сферада реализоваться еткің келеді, адамның өміріндегі ең маңызды қажетті нәрселері ғой, сол сфераға бөледі. Оны жаңағы Google-ға жасаңыздар, фэншуй деп қуып кетеді, короче, бар ғой. Мен олай істемеймін, мен просто ортасына өзімнің суретін жабыстырып қоямын. Ең өзіме ұнайтын, ең әдемі, сұлу, сногсшибательно, первосходная, сексуальная болып тұрған фотомды жабыстырып қоямын да. Содан кейін былай сағат тілімен былай кете беремін. Ол мына жерге жазып алдым, өзіме не жазатындарын, не қай салаға қатысты жабыстыратындарында. Ол біріншісі өзімді ортасына, одан кейін бірінші махаббатты нететін боламын, махаббат туралы деп көтсең, менің махаббатым, сезімдеріме қатысты армандарым туралы жабыстырамын. Екіншісі балам және шығармашылығым, одан кейін путешествие, одан кейін карьера, білім, отбасы, байлық, атақ деп жазып қойдым. Осы бойынша бүйтіп жабыстырып сағат тілімен шығамыз. Ендеше кеттік. Сіз де мүмкін мына жерде паузаға басып видеоны өзіңіз неге Pinterestке болсын, Google-ға болсын жазып, өзіңіздің армандарыңыздағы суреттерді сақтап алып, сосын распечатка жасап, сосын мүмкін сізде жасап тастайсыз. Так что кеттік, таңдайық суреттерді. Мінекей, сіздерге көрініп жатыр ма дейсіз. Енді давайте кеттік. Мен өзімнің сексуальный фотомды тауып алуым керек. Ондай фотолар менде жетеді. Ол мен телефонымда бар, жарайды. Телефонымнан бір сексуальный фотом шығарып ала қоям. Одан кейін бірінші сфера, кеттік жазып алыңдар дейсің. Бірінші сфера ол махаббат, ол сезім, это любовь. Так, любовь деген жерге я хочу фотосессию в Париже, мысалға. Күйеумен, жігітіммен, тоже сексуальный жігітім бар ғой менің. Фотосессия Париж. Любовь деп жазсам. Вау, вот. Типа осында, прям осында емес енді. Бір. Дай ма. О, да. Типа осындай хочу сохранить етіп алайық. Париж деп жазып қояйық. Так, сосын любовьқа қатысты, что я хочу? Я хочу любовьқа қатысты. Көрдіңіздер ма, менде даже любовьтің өзі путешествиядан тұрады ғой. Мен любовьпен путешествовать етіп жүрмін ғой кәдімгідей. Осылайша отырып, асықпай, осыған 2 сағат уақытым кеткен секілді, керек суреттерді әрбір сфераға ыңғайластырып, өзіме ұнаған көбіне суреттерді Pinterest'тен алдым, себебі Google-да өте шаблонный, барлық адамдардың картасында бар суреттер шықты, маған ондай онша қатты ұнамады. Эстетикалық суреттер іздедім. Мен жұмыс орындалып болды. Мінекей суреттерім шығып жатыр жаймен. Мына жерде деди деген жерге келдім. Кейін осы шығарған суреттерім өте үлкен болып кетіпті. Қараңыздар. Балаларымда Америкада туғым келеді. Мынау Майамида, Роды. Мына тоже Майамида, мына Дочакай дейсін. Солай шығарып алдым. Негізінен ұзақ уақыт алады екен. 2 сағаттай отырдым ғой, таңдап, армандап, қиялдап кеттім. Мінекей. Мына жерде шығарып тұрғандары бар. Болды, мен печатьқа жіберейін. Ал, құрметті достар, құрметті қонақтар дейсің, да, Доча?
Каналымыздың көрермендері. Бұл менің қызым Аиза. Айзо, дочакай. Да? Мынау просто мына жерде мындай реквизиттерге назар аудармаймыз. Ол просто сондай ойыншықтармен ойнайды, өзіне ұнайды. Да, дочакай? Ұнай ма саған? В общем, так, бізде не бар қазір, я? Біз бәрін шығарып алдық. Суреттерімізді шығарып, қосылмай алды. Суреттерімізді шығарып алдық. Міне мен өзіме ең ұнайтын суретімді распечатка жасап алдым. Осы ең соңғы осы суретті шығардым. Ал менің Венециядағы суретім өзіме қатты ұнайды, және осы суретте мен өзімді өте бақытты сезініп тұрған кезім. Мынау түріме қарасаңыздар да, өзі түсінікті да. Осы жердегі киімім, өзіме стилім бәрі ұнайды да. Вот. Және де мінекей барлығын шығарып алдым. Енді бәрін қазір қию керек. Сөйтіп сосын қондыру керек. Бұзық қызым менің, бұзық. Так, енді кеттік. Мынаның бәрін кесуге кірісейік. Және міне мынау ватман. Білмейсіздер не деп айтады оны, ватман. Соған алып қазір жабыстыруды бастаймыз. Қолыңды қой, тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелі. Ойнама қой, кезеңдерді аяғына дейін өтпесең. Ойнама қой. Мінекей почти бітуге жақындады. Мына жерге мынандай жазуларын жазып шығып жатырмын. Мына жерде енді атақ деген жер қалды. Соған распечатка жасамаппын, оказывается. Ну, в принципе, дайын болды. Достар, мінекей мен армандар картамды жасап бітірдім. Бұны жасауға маған 2 күн уақыт керек болды. Не үшін? Себебі мен прям кәдімгідей анализировать етіп ойландым. Действительно, ол менің қалауым ба, жоқ әлде қоғам, адамдардың навязывать еткен қалауым ма деп. И солайынша прям армандап, қиялдап отырып жасап шықтым. Мен үшін бұл өте күшті бір практика болды. Прям андай күшті эмоциялармен заряжаться етіп, себебі жасап отырған кезде, типа, путешествияны жабыстырып жаттым да, и типа мен вау, мен Дубайда жүрмін, вау, мен типа Лондонда или там Японияда жүрмін, Токио деп сөйтіп не істедім да, прям армандап, қиялдап, прям күшті андай прям деп кәдімгідей сөз қалмады ғой. Шынымен де бір күшті эмоцияға бөлендім. Действительно осы нәрсенің барлығы мен басымнан өтіп жатырғандай сезімде отырып, прям андай денем мурашки болып сөйттім. Давайте чуть-чуть айтып кетейін өзімнің армандарым туралы. Былайынша мына жерге үстінен Музарттың, Эд Ширанның и Селена Гоместің несін суреттерін жабыстырдым. Неге ит дедім, потому что ержан прикол айтам, мен сізде ит Ширан деп айтам да. Вот солардың суреттерін жабыстырдым, себебі мен осы адамдардың концерттеріне барғым келеді. Музарттың концертінде болғам, и блин, маған қатты ұнайды, бара бергім келеді да, короче. Одан кейін мына жерде профессиональный, там кәсіби мансаптарым жөнінде жазған кезде ютубқа 1 миллион подписчик деп жабыстырып қойдым, потом золотой кнопканы жабыстырып қойдым. Оған жету үшін сіздердің көмектеріңіз керек, не істеу керек екенін білесіздер деп па. Менде қазір каналымда просмотр өте аз, конечно, 100-ге жетеді, но былай ойлап қарасам, каналын енді бастаған адам үшін 100 просмотрдың өзі өте күшті да ютубта. Так что бәрі әлі алда, так что жұмыстану керек деп өзіме осы мақсатты қойдым. Потом не қызық бар мына жерде. Роды в Майами менің үлкен армандарымның бірі. Майамида босану, себебі балаларым американец болып туылады. И Майамидің погодасы прям жаңа туылған баламен сол жақта 1-2 ай болсаң, вообще классно деп ойлаймын. Негізі сол азаматтықтары американец болғандығы үшін сол жақта босанғым келеді. Ну, хейтить етпеңіздер, ол үшін мен өзімнің ойларым бар ол жөнінде. Вот, если на жерде так прикольный зат, то, прикольный был, почему прикольный, очень даже реалистично деп қойын. Тимур Балымбетов пен Алибековтың суреттерін жабыстырып қойдым, потому что мен оларға интервью берем деп. Менде ертең каналымда 1 миллион подписчик болады, там золотая кнопка алғанда, олар мені интервьюға шақырады, и менің интервьюмді солардың каналдардан көретін боласыздар. И потом
байлық, семья, махаббат деген сияқты барлығын жабыстырып қойдым. Еще мынандай нәрсе бар, типа карта желания жасағаннан кейін оны активировать ету керек деп айтады. Білмеймін, менің ойымша ол жақсы нәрсе, и ол активация неден тұрады. Например, қазір жасауға болатын бір нәрсені жабыстырасың да, и барасында соны істейсің. Например, шоколадканың суретін жабыстырасың, барасында шоколадканы сатып аласың, и все. Типа, все, процесс пошел, все, уже бәрі орындалып бастайды деген сияқты ғой. Именно жерге не жабыстырып қойдым, типа, правильное питание деген сияқты, и куриная грудка, куриная грудка, кабачки, перец и фасоль. Наверное, ужинға бүгін осы тамақты жасаймын да, активировать етемін. Осындай карта желаний действительно таңертең тұрғанда, көз алдында тұрса, прям ондай заряжать етеді екен адамды. Шынымен анаған қарайсың да, вот, надо делать деген сияқты бар, бірдеңе істеу керек. Андай тупо жата бермейсің да, көрсеңші деген сияқты. Вообще, в принципе, мен ойлаймын, карта желаний мақсаты да сол шығар деп, потому что сен оянасың, көз алдында тұрады, көресің, и действительно наған жету үшін жұмыстан керекпін деген сияқты, ол саған бір толчок беріп тұрады да, осыны істеу керекпін. И өзіңнің армандарыңды ұмытпайсың. В общем, сол мен көп айта бере аламын. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Білем, мен үшін сіздің просмотрларыңыз өте құнды, өте күшті. Рахмет, мен тыңдап жүргендеріңізде монтаж бәрін енді үйреніп жатырмын, күштетіп жасаймын деп ойлаймын. Так что, соңына дейін қарасаңыздар, от души рахмет.